Томас Стэнли Холланд, Марвел кино әлеміндегі өрмекші адам рөлімен кеңінен танылған ағылшын актері. Том 1996 жылдың 1 маусымында Лондонда өнерлі отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Доминик Холланд комедиялық артист, жазушы және тележүргізуші. Ал анасы Николь Элизабет Фрост фотограф. Томның 3 інісі бар. Егіздер Сэм мен Гарри және Пэдди. Том Уимблдон колледжі жанындағы католиктер мектебінде білім алған. Ал 2012 жылы Лондондағы Брит Скул мектебіне түсіп, сәтті аяқтаған. Том орта мектепте бимен айналысып, 10 жасында мектептің би ұжымына мүше болған. Аталған би ұжымы 2006 жылы Ричмондта өткен фестивальге қатысқан. Сол фестивальде Том хореограф Лин Пейдждің көзіне түскен. Лин Пейдж Том Холландты Билли Эллиот мюзиклінің кастингіне қатысуға шақырған. Бастапқыда Томда, оның ата-анасы да жас хип-хоп бишінің классикалық мюзиклді жетекші рөлді сомдайтынына үміттенбеген. Бірақ спектакльдің режиссері Томның болашағына сеніммен қарап, оны келесі кезеңге өткізген. Хореографтар Томның биден тәжірибесінің мүлдем аз екендігіне шағымданғанда, режиссер онда билеуді үйретіңдер деп жауап қатқан. Екі жыл дайындалып, 8 рет кастингтен өткен соң, Том Холланд Билли Эллиот мюзиклінде Биллидің жақын досы Майкл Кафридің рөлін ойнау үшін труппаға қабылданған. Екі 2008 жылы 28 маусымда Том Биллидің досының рөлін ойнап, дебютін өткізген. Ал 2008 жылы 8 қыркүйекте басты рөл Билли Эллиоттың кейпін сомдаған. Осы рөлде Том 180 спектакль өткізген. Екі 2010 жылы Билли Эллиот мюзиклінің 5 жылдығына орай Том Холландты қосқанда 4 артист премьер-министр Гордон Браунмен кездескен. Екі 2011 жылы Холланд жапондық Ghibli студиясы шығарған Ариетти страны лилипутов анимесінің британдық нұсқасында басты кейіпкердің бірінің дауысын дыбыстаған. Екі 2012 жылы Том алғаш рет «Невозможное» толықметражды фильміне түсіп, кинодағы дебютін өткізді. Том 18 номинацияға ұсынылып, нәтижесінде 8-ін иемденді. Содан соң Холланд «Как я теперь люблю», «В сердце моря» секілді фильмдерге және «Волчий зал» мини-сериалына түсті.
2015 жылы 19 жасар Том Марвел киноәлемдегі Питер Паркер, яғни өрмекші адам рөліне бекітілгені туралы жарияланды. Оған әкесі қатты қуанды. Томның ерекше акробатикалық мүмкіндіктері армандаған рөліне қол жеткізуіне септігін тигізген. Том өрмекші адам туралы 3 фильмге және студияның 3 жобасына түсуге келісімшартқа отырды. Холланд өрмекші адам кейпінде Первый мститель противостояние фильміне түсті. Бұл фильмде ол Роберт Дауни секілді франшизаның жанкүйерлеріне танымал актерлармен танысты. Роберт Дауни келесі түсірілімдерге Холландтың басты кеңесшісі мен тәлімгеріне айналды. Роберттің актерларға және түсірілімге қатысатын барша қызметкерлерге құрметпен қарайтындығы Томды қатты таңғалдырды. «2016 жылы Том «Затерянный город Зи» фильміне түсті. «2017 жылы Человек-паук. Возвращение домой» фильміне түсті. Киноға дайындық барысында Том өрмекші адам фильмінің барлық бөлімін көріп шыққан. Том Марвел киноәлемінде басты рөлді ойнаған ең жас актер ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Холланд «Мстители. Война бесконечности» және «Мстители. Финал» фильмдеріне де түсті. Ал 2019 жылы «Человек-паук. Вдали от дома» фильмі жарық көрді. жылы Холланд Naughty Dog студиясы Uncharted ойынның экранизациясында жас Нейтан Дрейктің рөлін ойнайтындығы жарияланды. Фильм 2022 жылы шығады деп жоспарланып отыр. Том 2020 жылы шыққан «Удивительное путешествие доктора Дулитла» комедиялық фильмінде Джип есімді көзілдірік киген иттің рөлін ойнаған. жылы наурызда «Человек-паук. Нет пути домой» фильмінің түсірілімі аяқталды. Фильм 2021 жылы 17 желтоқсанда жарық көреді деп жоспарланған. Том Элли Латерингтон деген қызбен кездеседі. Олар студенттік кезден таныс. Бак Холланд өрмекші адам фильміндегі әріптесі Зендая Колманмен кездеседі деген болжамдар айтады. Бірақ артистер мұны жоққа шығарады. Сыныптастары Томды сабағын жақсы оқыған үшін және әрдайым үй тапсырмасын орындап келгендігі үшін мазақ етіп келемеждеген. Том Холланд өзінің өрмекші адам фильміне бекітілгендігі туралы Инстаграмда Марвелдің парақшасын қарап отқанда білген. Том кинодағы трюктарды өзі жасауға тырысады. Сол себепті ол 3 рет мұрнын сындырып денесінің біраз бөлігін көгертіп алған.
Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.